танымал актер Сәбит Әбдіқалықов әлеуметтік желіде аса ерекше жазба жариялап, ел арасында қызу талқыға себепкер болды. Әзілкеш әйгілі Төле бидің айтқан нақыл сөзін есіне алған. Онда ол әйелдердің бір-бірінің алдындағы артықшылықтары келтірілген. Сәбит Әбдіқалықов Instagram парақшасында үнемі бір астарлы сырға толы жазбаларымен бөлісіп тұрады. Бұл дәстүрді өнер иесі бұл жолы да ұстанған. Бірнеше мәрте үйленген актер Төле бидің әйелдер жайлы айтқан сөздерін ел назарына ұсынып, көпшілікті ойландырып қойды. Төле би айтқан: жылқыдан жылқының артықшылығы етінде де емес, жүзден жүйрік тұлпарлығында да емес. Түбінде біз оны жейміз. Сондықтан бірақ асым еті артық. Ал қатыннан қатынның артықшылығы сұлулығында емес, тұла бойында да емес. Сұлу болсын, болмасын, әр қатынның өзіне жарасымды қылығы болады. Сондықтан қылығы артық. Ал жігіттен жігіттің артықшылығы ол мыңды басқарған батыр болсын, қол басқарған қолбасшы болсын, ел басқарған хан болсын. Артықшылығы онда емес. Ер жігіттің артықшылығы бірақ ауыз сөзінде, сол сөзінде тұра білсе, деп жазды актер. Желі қолданушылары Әбдіқалықовтың жазбасының астына пікірлерін жаудырып, бұл мәселені қызу талқылап тастаған. Олар 3 рет отбасылы болған отандық жұлдыздың түсінігіне тамсанып, оған жылы лебіздерін білдірді. Өте жақсы айтылған. Ер адамдар сөздерінде тұрып жүрсе керемет болар еді. Өте орынды нақыл. Келісемін, жарайсыз. Тауып айтқан. Осыны түсініп жатқаныңыз дұрыс болған, деп жазуда көпшілік.